Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз әрі қарай жалғастырамыз. Ұлттық бірыңғай тестте фотон энергиясы, фотон импульсі тақырыбында жиі кездесетін есептердің біреуін қарастырайық. Мынандай есеп берілген. Импульсі 1/133 көбейту 10-ның -27 дәрежесі килограмм көбейту метр секунд фотонның энергиясын тап дейді. Жарық жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Е тең 1,6 10-ның -19 дәрежесі джоуль берілген. Енді есептің шартын жазып алайық. Бұл жерде шығару үшін фотон импульсі ол пи тең болады 1/133 көбейту 10-ның -27 дәрежесі килограмм көбейту метр бөлінген секунд. Жарық жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Е тең болады 1,6 10-ның -19 дәрежесі джоуль. Табу керек фотонның энергиясын. Біз бұл есепте фотонның энергиясын қолданамыз. 9 классының программасында өткенбіз. Фотонның энергиясы Е тең болады H нью, ол тең болады H бөлінген лямбда. Одан кейін біз 11 класста өткенбіз. Фотонның импульсін өткенбіз. Фотонның импульсі тең болады H бөлінген лямбда. Осы жерден бірден нені тауып кетейік? Лямбданы. Лямбда тең болады H бөлінген пиге. Енді фотонның энергиясын жазайық. Е тең болады H бөлінген лямбда. Лямбданың орнына H бөлінген пиді жазамыз. Сонда H көбейту С көбейту пи бөлінген H болады. H пен H қысқарып кетеді, пи көбейту С қалады. Енді фотон энергиясының сан мәнін қояйық. Е тең болады фотонның импульсі 1/133 көбейту 10-ның -27 дәрежесі килограмм көбейту метр секунд, көбейту жарық жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Сонда көбейткен кезде бізде мынандай мән шығады. 4 көбейту 10-ның -19 дәрежесі джоуль. Келесі электрон вольтқа айналдырайық. Ол үшін мына санды 1,6 10-ның -19-ға бөлеміз. Сонда мына дәрежесі бар 10-ның -19 пен 10-ның -19 дәрежесі қысқарып кетеді. Бөлген кезде 2,5 электрон вольт шығады. Сонда тестте бірнеше жауаптар бар. Соның жауабын қарайтын болсақ, мына жерде Ж-дің жауабы дәл келеді екенде, екіншісінде H-тың жауабы дәл келеді. Сонда екі жауабы бар деген сөз.